Айдаһардың жүрегі деген атауға ие болған тропикалық бұл питахайя жемісін дәмін көпшілігі онша ұната бермейді екен. Сырты шамалы қорқыныштылау көрінгенмен, ішкі көрінісі осындай өте әдемі әрі жұп-жұмсақ болып келеді. Бұл жеміс 90% судан тұрғандықтан және де құрамында қант мөлшері өте төмен болғандықтан, қант диабетімен ауыратын кісілер қорықпай пайдалана берсе болады, және де диета ұстап, арықтап жүрген кісілерді жиі тұтынуға болады. Сондай-ақ бұл жеміс нағыз темірдің көзі екен. Құрамында В1, В2, В3 және де витамин С, кальций, фосфор кездеседі. Иммундық жүйені нығайтып, ағзадағы холестерин деңгейін төмендетіп, асқазан ішек жолдарын қалыпқа келтіруге көмектеседі екен. Сондықтан дәмі ұнамаса да арасында пайдасы үшін жиі тұтынып тұрсаңыз болады. Бірақ бұл жемісті бүйрек ауыратын кісілер сақтықпен пайдаланғаны жөн. Өз басым жасым тайқазанның жасына келіп, бұл жемістің дәмін жақында ғана көрдім. Маған қатты ұнады. Сіздерге ұнады ма? Төменде комментарий